ауылдан бастағым келіп отыр. Енді Батыс Қазақстан облысы Ақбатер ауылында. Менің өзі көршілеріміз, біздің ар жағымызда Ресей Федерациясы 20 километр болғасын ба, ауылымыз интернациональный болды. Мен көршім жаңағы білесіздер, әрқашан айтып жүрдім, дядьколя тетнина. Оны білесіздер, дядьколя тетнина. Мына сол жағымызда біздің жаңағы көршілеріміз бұл 97 жылы көшіп келген Ришат деген татар отбасы көшіп келді, Ришат деген. Олар енді Ресейден көшіп келгенсін ба, олар қоян асырады. Сосын құйрығы бар жаңағы пингвин, павлин деген құс болды. Пингвин деппін ғой, пингвин де болған шығар, ода бәрі болды бар ғой. Павлин деген құс болды. Бір қаздың бір түрлері болды, біз көрмеген жаңа. Бір зоопарк болды біз үшін, зоопарк кәдімгі. Зоопарк, ондай құстарды көрмегенбіз. Біз енді сиыр мен қой бітті ғой, басқа ештеңе жоқ. Күнде соны қарап жүреміз. Мен как раз мектеп бітірген уақытым еді, ауылда жүрмін. Бір күні Ришат келіп тұр маған. Тұрсынбек, что случилось? Енді орысша былай білем ғой, өйткені дядьколямен сөйлесіп жүрдім ғой енді. Сөйтсем айтады, у вас, оказывается, собака есть деді. Мен айттым, собака бәрінде бар. У всех собака есть. Нет, у меня вот қоян бар, қаз бар, үркіп жатыр. Сен давай итіңді байлап қой деп. Айтам, ол кәрейт ол. Ақтөс кәрейт, аттап кетсең де қаппайды ол. Одан несін көріп қойсың, көріп жүрсің ғой. Ол сенің аулаңа кірмеді ол, уайымдамай-ақ қой. Кезінде Райхан деген апа тұрғанда кірмеген ол аулаға. Саған тем более кірмейді ол. Ол орысша білмейді вообще. Сен уайымдамай-ақ қойшы деп. Нет, все равно былай жүрген сайын олар қаппаса да үркіп жатыр деді. Я дедім де, Ришат айтты екен деп құрсын енді итті байлап қоям ба? Қартайғанда ол ит өзі. Сөйтіп екінші күні жұма күні, ол кезде газ жоқ, даладан ошаққа жет-желпек пісіріп жатқанбыз, енді жұма ғой, майдың иісін шығарайық деп жаңа. Ришат тағы келіп тұр. Что воняет деп. В смысле воняет? Маслом воняет деп. Мен айттым, енді бүгін жұма ғой енді. Майдың иісін шығарып жатырмыз. Егер майдың иісі мұрныңа барса, значит удался. Біздің мақсатымыз сол майдың иісін шығару. Өмірде өткен ата-бабамыздың құрметіне. Бір жаман түс көріп жатсақ, жамандықтың алдын алу үшін деп. Біз осылай бір жет-желпек пісіріп, көршілерге тарататын дәстүріміз бұл. Қазір жей бір шелпек апарып берем деп қоям ғой жаңағы. Не айтарым білмеді де бір итті көрді. А что собака до сих пор здесь? Байлап қой деді. Қойша, көршіңмен тату бол деген. Сол енді бір итке болар Ришатпен қырылып жүрем ба деп. Ақтөсті өмірімде бірінші рет байладым ғой байғұсты. Ана иттің өзі маған не тоғарады ғой. Соны Ақтөске айтма, кешке босатып жіберем, уайымдамашы деп жам. Сөйтіп жұма өтті, жет-желпек таратты, өйттік бүйттік, әйтеуір жұма өтіп, кешке ұйқыға кеттім. Екінші күні таңғы 5-те тұрып алдым мен. Білмеймін, ұйқым келмейді, әншейінде тұрғыза алмайтын. Тұрып алып 5-те жүрмін, жаздың күні, күн жап-жарық. Тыныштық па осы деп далаға шықтым. Шықсам Ақтөс жоқ. Байланып тұрған Ақтөс жоқ. Бір ойым Ришат алып кетті ме деп ойлап тұрмын. Бір ойым ойлап қоям, Ришат не істейді оны құрсын. Қарап тұрсам, анандай жерде Ақтөс арт жақтан жүгіріп келе жатыр. Аузында қоян. Шошып кеттім. Көз алдында Ришат тұрғызы бар ғой. Ришаттың қандай екен білем. Күн сайын итті байла, үйші аузына қоян алып жатыр. Үйші ана байғыз өліп қалған. Құлағы жер сүйреп келатыр. Бәтпақ, балчық ана қоян. Аузынан жұлып алдым. Не істеймін енді құрсын? Сасқан үйрек артымен жүзейді деп. Алдымда ана қоянды жудым ғой, не істеймін енді құрсын? Жуып, тазалап, бірінші рет өмірімді қоян жуып тұрмын ғой. Не то что жуып тұрмын, қолыма ұстап тұрмын. Алып, жуып, тазалап, сүртіп, Ришат ұйықтап атқанда ауласына кірдім де, қоян тұратын қорасы бар өзінің. Соған апарып есігін ашып, ішіне тастадым да, сыртынан жауып кетіп қалдым. Өзі өліп қалған екен деп ойласын деп. Сөйтіп үйге келдім, ал ұйықтай енді, ал ұйықтай аласың ба? Преступление істеп келіп отырсың ғой. Былай дүмбекшіп, әйтеуір бір ұйықтап кетпін әйтеуір. Сағат 10-да тұрдым, тұрып алып Ришат келмесе екен, Ришат келіп қалмаса екен деп жүрмін ғой енді, уайымдап. Кімді айтсаң сол келеді деп, бір кезде Ришат келіп тұр. Түрі сұп-сұр, көз шығып кеткен. Чот не то, менде не то. Екеуміз бірімізге қарап тұрық, не то. Бір кезде маған бүй дейді, Тұрсынбек дейді. Ау десем, жет-желпек қалай пісіреді? А что случилось десем? Представляешь дейді. Кеше бір қояным өліп қалған дейді. Арт жаққа апарып көміп тастап едім ғой дейді. Таңертең тұрсам, қорасында жатыр дейді. Еще чистый дейді. Я сам в шоке. Как это деп қояды? Сосын Ришатқа айттым, жет-желпек не үшін пісіретін түсінген шығарсыз енді біздің.
Біз специально осындай жамандықтың алу үшін жет-желпек пісіреміз. Мен саған рецептін берем деп қоям ғой жаңа. Енді мен әкеліп тастадым деп айтпаймын ғой енді құрсын. Сөйтсем біздің Ақтөстің кінәсі жоқ екен Байғұстың. Ол арт жақтан өзі қазып алып үйге тамағын алып жатыр екен. Оны мен апарып тастап тұрмын ғой, қайдан білейін ол ұрлап алып келген шығар. Содан маған айтты, Тұрсынбек дейді, помоги, мына қоянды қайдап барып жерлесем болады, қайтып келмейтін дейді. Сосын айттым, ауылдың сыртында бір шұңқыр бар, соған тастаған жануардың ешқайсысы келген жоқ енді бар ғой. Сол шұңқырға апарып тастайық деді. Ты помоги деді. Конечно, помогу дедім. Енді өзім ғой виноват енді. Сөйтіп кеттік екеуміз қоян жерлеуге. Барғанша көңіл айтып бардым. Келгенше көңіл айтып келдім әйтеуір. Сөйтіп Ришат екеуміз жақсы дос болып қалдық бар ғой. Ана қоян екеумізді достастырды. Өйтпесе әрбір нәрсеге келе беретін еді. Анау бірдеңе, мынау бірдеңе. Содан кейін доспыз кәдім бар ғой.